Terbiye kuralı деген ne? Қалай түсінесіздер? Ne kırk bilesіздер? Ой, жандарым, топтаманы алып көрсетіңіздер. Топтаманы алып көрсетесіздер. Кәне, бәрі көтеріңіздер. Бәріңізде бар ғой. Сіздің қайда басқа кітаптарыңыз қайда? Беріңдер, ана кісіге емес, ана кісіге. Қалғандарын ұқыптап жинап бір бұрышқа қойып қойыңыздар, кәнекей. Кәнекей, қандай күшті балалар міне. Рахмет, кәнекей, қоя қойыңдар енді. Так, не көріп тұрсыңдар енді сендер? Бұлай шақтап, өзінің жұмыс істеуіне тиімді кітапша беріп жатырмыз. Содан кейін, кейде балаларға біз осындай кітаптар береміз міне. Бірақ бұл бала ғой, зейіні жан-жаққа қашуы мүмкін ғой, иә? Қашуы мүмкін. Бір ғана затқа, бір ғана жануарға фокус жасатып отырмыз ба бұл жерде? Міне осындай үлкен кітап береміз міне. Бірнеше ішіне зат береміз. Бірақ ол кішкентай балалар біздің алдымыздағы. Көбінесе ескере бермейміз. Баланың зейінін біз не істеп жатырмыз? Қашырып жатырмыз. Әрине, біреуді мақтау үшін біреуді жамандау міндетті емес, бірақ дегенмен де мен сіздерге дәлел ретінде көрсетіп жатырмын. Енді таза кішкентай балалардың кітабы ғой, енді мына мектеп алды даярлық топтарда бұдан да үлкен кітаптар бар негізі. Бұдан да көп жаңағы нелер бар. Енді бала бұл жерден не көріп тұр? Бояуды ғана көріп тұр. Яғни өзі самооценкасын көтеріп, егер маған апай қазір боя деп айтса, мен бірінші бояп бітемін деп айтып жатыр ма? Яғни біз сабақтың басында таныммен жұмыс жасадық па? Шашымен ойнаған кезде. Қалай таныммен жұмыс жасадық? Бала ізденді, өзі танымды. Яғни бала кітаптарды өзі іздеді. Таным ғой, яғни уже біз не істедік? Кітаптардың әртүрлі болатынын айтпасақ та балаға не істеттік? Көрсеттік. Мен қазір бірінші бояп бітемін деп ойлап отыр, енді біз не істейміз? Біз өзімізге мынандай жоспар жасап алдық, кішігірім. Сабақта не істеу керек? Енді мен сіздердің тілдеріңізбен сөйлеуге тырысып жатырмын, қыздар. Өйткені сіздер де тек қана перспективалық жоспар, циклограмма деп сөйлейсіздер, солай ма? Тек карта деп кейде айтуларыңыз мүмкін. Үй жануарларын еске түсірем деп бағыт қойып қойдым өзіне. Атауын айтқызам. Буындатам деп қойдым. Суретті бояған кезде карындаштардың түстерін ажыраттырам деп қойдым. Жылқының дене бітімдерін санатам деп қойдым. Өйткені маған кіріктіріп оқыту керек. Математика негіздері, таным, коммуникация, солардың бәрін біріктіру керек міне. Қандай нелермен кіріктірем? Математика негіздерімен кіріктірем, шығармашылық бейнелеумен кіріктірем, коммуникация, сөйлеу дамыту, қазақ тілімен кіріктірем, әлеумет, қоршаған ортамен таныстырумен кіріктірем. Енді осылардың қазір бір-бірімен кіріккенін, байланысқанын сіздер өздеріңіз ескеріп отырасыздар. Қай жерде біз нені кіріктіріп жатырмыз? Өйткені бәріміз сол деңгейді жақсы білеміз. Жылқының суретіне қарап, керек қарындаштар таңдап ала қойыңыздар. Жылқының неше аяғы бар екен, кәне? Санап жеңдерші, кәне? 4 аяғы бар екен, е? Кәнекей кім? Кім еді? Атыңыз кім? Құндыз, келе қой, жаным, келе қой. Ана кітабыңды алып көр, кітабыңды. Жылқы қандай нәрсе жасап тұр қазір? Қараңдар қыздар, жылқы қандай нәрсе жасап тұр? Кәне көрсетші, кәне өзін көрсет. Жылқы аяғын көтеріп. Кәне көрсет, жылқының дауысын көрсетші, кәне. Көрсет, кәне дауыс қалай шығарады жылқы? Дейме көр. Күшті дауыс салады жылқының. Рахмет, отыра бер. Қандай қарындаш таңдап ал? Жоқ. Мына жерде қарындаштар тұр міне, негізі ше? Бәрі таңдап алу керек. Керек қарындаштар таңдап алды, керек қарындаштар. Керек қарындаштар таңдап алды. Керек ат деген бар, қызы болды. Жас қыздар. Қане қарындашың санап жүр, неше болды? 1, 2, 3. Кері санап. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1, яғни біз тіке санап, кері санап жатып, тағыда нені кіргізіп жатырмыз? Математика негізден кіргізіп жатырмыз. Математика мен коммуникацияны қазір кіргізіп жатырмыз осы жерде. Енді біз не істейміз ка бояған уақытта? Шығармашылықта. Осы жерде, мысалға міне, мына кісі басқа қарындаш таңдап қойды деп есептейік.
Мен не істеуім керекпін, қалай ойлайсыздар? Не үшін 34 таңдадың? Пока мен демеймін. Пока демеймін, өйткені мен жеке тұлға ретінде қарадым ғой мен ол кісілерге. Сондықтан мен не істеймін, ол кісіге айтамын, кәнеки балақайлар енді осы қолдарыңыздағы суретті бірдей қылып бояй қойыңдар. Кәнеки, кет бояймыз. Енді бояймыз. Нені кіргізіп жатырмыз қазір? Шығармашылық, иә? Сосын тағынан нені кіргізіп жатырмыз? Мелкий моторика, саусақтың несімен жұмыс жасау, иә? Түстерді тану. Шығармапты, бірақ мынаған қатты ұқсамай тұр, Жансаяның фантазиясы осындай қоңырат көрген ғой енді. Өз фантазиясымен қоңырат. Неге қоңырат қоядың? Неге қоңырат қоядың? Жансая? Осылай өзім қаладым. Осылай қоңырат жақсы көрдің бе? Жақсы, рахмет, отыра. Қане Жансая, келе ғой. Не ұнады? Өз жұмысыңыз ұнады ма? Жылқы ұнады ма? Қане жылқының несін көрсетші, қане қалай істап? Бірақ оның төңірегінде не істеттік? Математика негіздерін кіргіздік па? Яғни тіке санау, кері санауды жасадық па? Аяқтарын санаттық, иә? Нешеу екен аяғы? Жылқының аяғы 4 екен, иә? Көзі нешеу жылқының? Неше көз көрініп тұр қазір бізге? Бір көз көрініп тұр. Өйткені екінші көз қайда енді оның? Екінші көз ар жағында тұр. Яғни коммуникацияны кіргіздік, математика негіздерін кіргіздік, түстерді ажыраттырып шығармашылық салдық. Денсаулық кірді, дұрыс секірді. Денсаулық секірді шамалы, спортпен де шамалы айналыстық, жүгірдік деген сияқты. Яғни бірнеше кіріктіріп жіберді, бір ғана суретпен. Енді бұл жерде әдейі жылқы болғаннан кейін үй жануарлар болғаннан кейін бұл жердің әрекеті көп, сондықтан біз бұған бағалауды мынандай қана бере салып отырмыз. Мынандай сымайлық қып. Ал енді анау аз жұмыс істейтін жерлерде біз бағалау тәсілін былай беріп тұрмыз. Ол бағалау тәсілі міне кім көтерші? Мектеп алды даярлық топ. Қазақ тілінде қолданасыздар. Қазақ тілінде ғана қолданасыздар. Бір, өйткені қазақ тілінде қазір бүйтіп жазасыздар. Бөлімі қазақ тілі тақырыбын жазасыздар. Мысалы, қарбыз, қ әрпін бар сөздерді айту. Қарбыз болды. Біз енді оны шашып алырмыз, біз вариатив сияқты күннің екінші ақысын. Жоқ, қоймаңыздар, керек емес, қыздар. Зачем ол? Қазақ тілінде не істеп жатырсыздар қазір? Бұл қазақ тілі деген сабақтың орнына қолданылады. Қазақ тілінің орнына қолдана бересіздер осыны.